Бүгін біз сызықтық теңдеуді шешудің алғашқы сатысын қарастырайық. Алдыңызда мынандай 13 есеп тұрды. Бірінші есептен бастап қарастырайық. Бірінші есеп. Мынаны түсіне жазайын бірінші есепті. 56 минус 2х тен 36-ға дейді. 56 минус 2х тен 36-ға. Бұл есеп шешу үшін не істейміз? Жалпы теңдеуді шешу үшін бізде бір ғана айнымал, x айнымал белгісіз. 56 мен 36 бос мүше. Екі белгісіз айнымалың алдындағы коэффициент. Енді жалпы сызықтық теңдеуді шешу үшін не істейміз? ax тен болады b десе, осыдан x-ті табу үшін b-ны a-ға бөлеміз. Дәл осы түрге әкелеміз, яғни ax тен b түріне әкелеміз. Демек, x-тің алдында минус сан бар. Демек, минус 2x тен болады. 36-ны сақтаймыз, өз жағында тұр. 56 теңдіктің 10 жағына шықты. 56 теңдіктің сол жағында тұрғанда ол 56 мен тұр. Плюспен 10 жаққа шыққанда таңбасын өзгертеді. Яғни, бір орыннан екінші орынға ауысқанда таңбасын қарама-қарсы таңбаға өзгертеді. Арғата шығарамыз. Минус 2х тен болады. 36-тан 56-ны азайтамыз. Кіші саннан үлкен санды азайту үшін үлкеннен кішісін азайтамыз да минус таңбасын қоямыз. Яғни 36-тан 56-ны азайту үшін біз білеміз. 36 деген 56-тан кіші. Демек, теңдіктен кейін сразу минус таңбасын қойып кетеміз. 56-тан 36-ны азайтамыз. 20. Осыдан міне x-ті табу үшін мына шартты қолданамыз. ax тен b. Минус 2x тен минус 20. a-ның орнында минус 2 тұр, b-ның орнында минус 20 тұр. Осыдан x табу үшін міне b-ны a-ға бөлеміз. b-ның орнында не тұр? Минус 20 тұр. Бөлеміз a минус 2. Теріс санды теріс санға бөлгенде немесе көбейткенде 10 сан болады. Демек, x тен плюс 10. Плюс жазылмайды. Дәл солай, үшінші жағдайды қарайық. Екі есеп бірдей, үшінші есеп пен бірінші есеп бірдей. 48 минус 3х тен 36-ға. Дәл бірінші жағдайдағы есепті қолданамыз. Дәл бірінші жағдайдағы әдісті қолданамыз. Минус 3х тен болады. 36-тан азайтамыз 48-ді. Минус 3х тен болады. 36-тан 48-ді азайту үшін жаңағыдай минус таңбасын қоямыз. 48-ден 36-ны азайтамыз. 8-ден 6 азайтамыз. 2, 4-ден 3 азайтамыз. 1. X табу үшін жаңа айттық. Минус 12-ні бөлеміз. Минус 3-ге. Теріс сан нәтижесі 10 сан. Үшінші есеп осылай. Так. 4, 5, 6-шы есеп. Бірдей деңгейдегі есептерді сразу шығарып кетейік. Яғни, мысалы сіз ұбт-ға дайындалу үшін немесе жалпы күнделікті сабақта сізге есеп қиындық тудырса, онда бір есепті мысалы ұстазыңыз түсіндірсе, онда сол есепті түсінгеннен кейін соған ұқсас есептерді іздеп шығару керек. Сонда сіз жаттығасыз, ойыңызда қалады. Бір есепті шығардыңыз, түсінбеген бір есебіңізді шығардыңыз, келесіде онда есеп қарастырмай басқа есепке кетсеңіз, жаңа түсінген есебіңізді кері ұмытып қаласыз. Сондықтан міне бір есеп түсінбесеңіз, сол есепті шығарып, сосын соған ұқсас есептерді мейлінше көбірек шығарып, жаттығу керек. Сонда нәтиже болады. Осындай менен кішігірім лайфхак болсын. Енді 6-шы есеп. 2,5x минус 3,100-ден 15 тен 2,1-ге. X міне 2,5x. Өз сол күйінде қалады. Өз жағында ол 10 санмен тұр, демек, өз жағында қалды 10 санмен. Тен 2,1 минус 3,10 жаққа шығады, плюс 3,100-ден 15. Арғы қарата 2,5x тен болады.
2,1-ге 3,15-ті қосамыз. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке қосу үшін не істеуіміз керек? Мына жазайық. 2,5-ге қосуым керек 3,15-ті. Ондық бөлшектерді қосқан кезде үтірдің астына үтірді келу керек. Яғни үтірге үтір келу керек. Бір-біріне сәйкес келу қажет. Болды. 5 түседі. 1-ге 5 қосам. 6. Үтір. 3-ге 2 қосам. 5. 5,65. 5,65. Неге 65? Неге 2,5 қосылады? 2,1 ғой. Так, қазір қытаймыздан қытайға тегетті. Так, 2,1. Так, көргенім жақсы болыпты. Аты қатемен кетіп қалатын едік. 2,1. 5,25. Так. Алтыны кетіріп тастайық. 5,25. Арғарата x-тен болады. 5,25-ті бөлуіміз керек 2,5-ге. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу үшін не істейміз? Ең дұрысы оны ондықтан құтылу. 5,100-ден де оқимыз оққанда. Значит, келесіне 2,10-нан де оқимыз. 10-нан және 100-ден дегенде үлкені 100. Демек, бөлшектің екі жағында 100-ге көбейтіп жібереміз. Сонда 5,125-ті көбейтеміз 100-ге. 2,15-ті көбейтеміз 100-ге. Білеміз, 2 қысқарып кетсе, 100 бен 100 қысқарып кетсе, мына бөлшегіміз кері шығады. Сондықтан бірдей санға көбейтіп, сол санға бөліп жібергеннен ештеңе болмайды. Сонда 5,125-ті 100-ге көбейткенде 100-ден де оққандықтан 525 болады. 525. Яғни 2,0 болғанда 2 түр 10-ға қарай жылжиды. 2,15 100 дегенде 2 түр жылжытамыз. 1 түр жылжытқанда 25 болады, екінші түр жылжытқанда 1,0 тіркеледі. Демек 250. Енді 525-ті 250-ге бөлеміз. Бағандап бөле салайық. 525-ті бөлеміз 250-ге. 2-ден келсе 500 болады. 25 қалады. 25 250-ге жетпейді. Демек, үтір қоямыз. 25-ке 0 тіркейміз. 250-ді 250-ге бөлеміз. 1. Тен болады 2,10-нан 1. Болды. Сонда біздің 6-шы есебіміз шықты. Так, Алиса не деп жатырман кетіріпсек. Келесі. Так. Осында есеп бар мекен тағы да. Бұл бізде 6-шы есеп. 7-ші есеп тұр мына. 7-ші есепті қарайық. 7-ші есеп. Минус 11 тен болады 5x плюс 0,2. 5x тен болады. Міне 5x өз жағында тұр деп есептейміз. Минус 11 өз жағында тұр. 0,2 теңдіктің мына қай жақ? Сол жағына кетті. Минус 0,2. Арғарата 5x тен болады. Минус 11 минус 0,2. Теріс санынан теріс санды қосу деп есептейміз. Теріс санға теріс санды қосқан кезде екі санды қосамыз да минусын қоямыз. Минус 11-ге 0 бүтінді қосамыз. 11,2. Осыдан x табамыз. Минус 11,2-ні бөлеміз 5-ге. Жаңағыдай ондық бөлшекті натурал санға бөлу керек қой. 11,10-нан деп оққандықтан теңдіктің екі жағында бөлшектің екі жағында 10-ға көбейтшілік деп есептейміз. Сонда минус 11,2-ні 10-ға көбейтшілсеңіз 112. Бөлесіз 5-ті 10-ға көбейтсеңіз 50. Болды. 112-ні 50-ге бөлемін деген сөз. Так. 2-ден келсе 100. 12 қалады. 120. Так. 2-ден келеді 100. 20 қалады. 50-ге жетпейді. Мына жерде 2 бүтінді өтір қалып қойды. 250-ге бөлем.
4. 2 бүтін минус 2 бүтін жүзден 24 деген сөз. Дұрыста 112 50. 2-ден келді 100, 12, 50-ге жетпеді, 0 тіркедік, үтірік қойдық. Дұрыста. Жақсы. 7-ші есеп осындай. Мына мешет етпес үшін кетіріп тастайық. Так, келесі. 8, 9, 10, 11, 12, 13 жақсы. Так, біз жаңа екінші есеп тастап кеттік мұны. Жақшамен берілген есеп. Онда есептерді шығару үшін екінші есеп. Бұл жағдайда мына шарттарды қара керек. А көбейтілген Б плюс минус С деген. Мына жағдайды ескеру. Яғни плюс болса орта плюс болады, минус болса минус болады деген. Жақшаны ашқан кезде жақшаның алдындағы санды жақшаның әр қайсысына көбейтіп шығамыз. Яғни А-ны Б-ға көбейтеміз, плюс минус А-ны С-ға көбейтеміз. Осы қасиетті қолданамыз. Демек, екінші есеп 34 минус 2 көбейтілген жақшаның ішінде 2х минус 9 тен 28-ге. 9 тен 28. Бұл жағдайда жақшаның алдында бізде таңба бар. Сол себепті плюс-минус таңбаны ескеру керек. Яғни тағы бір формула жазып қояйық. Минус пен минус болса плюс болады, плюс пен плюс болса плюс болады. Жақшаның ашылуы. Минус пен плюс болса минус болады, плюс пен минус болса минус болады деген. Яғни екі таңба бірдей болса плюс, екі таңба әртүрлі болса минус. Жаттаудың ең оңай тәсілі. Демек, қолданамыз 34. Міне минус плюс. 2х-ның алдында таңба жоқ, демек плюс дегеніміз. Міне минус плюс, минус плюс, минус болады. Минус 2-ні 2х-қа көбейтем, 4х. Екіншісі минус минус, міне минус минус плюс болады. Плюс 2-ні 9-ға көбейтем, 18. Ма, міне А-ның орнында 2 тұр, Б-ның орнында 2х тұр, С-ның орнында 9 тұр. Мына формуланы пайдаланып жатырмыз. Болды, тен болады 28-ге. Минус 4х плюс 34 плюс 18 плюс 34-ке 18 қосам, 12 бірі ойда 4, 5, 52 тен 28. Осыда минус 4х тен жаңа бірінші есепке келдік. 28 азайтам 52-ні. Сонда минус 4х тен 28-ден 52-ні азайту үшін жаңа кіші санына 10 санды алған кезде минусты сразу қойып тастаймыз. 52-ден 28-ді азайтамыз. Неше болады 52-ден 28-ді айтқанда? 12-ден 8 алам 4. 4 болып қалды. 4-тен 2 алам 2, да? Осыдан x-тен минус 24-ті бөлем минус 4-ке. 6 деген сөз. Так. Үшінші есеп шығардық. Төртінші есеп. Так, қазір қараймыз. Бесінші есепті қарайық. Мына дәл екінші есеп сияқты. Бесінші есеп. 45 минус. Так, жөнді қалдым. Бесінші есеп. 45 минус 2x минус 8. 2x минус 8 тен болады 31-ге. 31. Дәл екінші есеппен бірдей міне. Тек қана коэффициенттер өзгеріп тұр. Басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Демек жазамыз 45. Уже сразу жазамыз, 6x плюс 16 тен 31-ге. Минус 6x. 45-ке 16-ны қосамыз, 50, 61 тен 31-ге. Осыда минус 6x тен 31-ден азайтамыз 61-ді. Сонда минус 6x-ні 31-ден 61-ді аласың, минус 30. X-тен минус 30-ды минус 6-ға бөлеміз, 5 деген сан шығады. Бесінші есеп 6 шығардық, 7 шығардық, 8. Так, мына птичке қоя алам ба? 1 кетті, 2 кетті, 3 кетті, 5 жібердік, 6-ны жібердік, 7-ні жібердік. Так, 8-ді қараймыз қазір.
Так, сегізінші есеп. 2,5 x минус 3. Так, сегізінші есеп. 2,5 x минус 3 тең болады. Так, 0,5 x минус 7. 0,5 x минус 7. Бұл жағдайда екі жақшаны бөлек-бөлек ашуымыз керек. 2,5-ті ішкі x-қа көйтеміз. 2,5 x. Азайтам. 2,5-ті ішкі көйтеміз. 2,5-ті ішкі көйтесіз. Көйткен кезде үтірі маңызды емес қалай тұрған. 5-ті ішкі көйтесің 15. Бір ойда, екінші көйтесің 6, ойдағымен 7. Енді үтір қойған кезде. Міне 2 бүтін дегенде үтірден кейін бір ғана сан бар. 3-тің өзі бүтін сануда үтір жоқ. Демек, бір үтір 10 жақтан сол жаққа қарай жылжытамыз. Яғни былай қарай келеміз. Бір үтір жылжытамыз. 7,5. Тең 0,5-ті x-қа көбейтеміз. Минус 0,5-ті 7-ге көбейтеміз. 5-ті 7-ге көбейтсеңіз 35. 0,5-ті 7-ге көбейтсеңіз 3,5. Болды. X барларды бір жаққа келеміз. X жоқтарды екінші жаққа келеміз. Сонда 2,5 x 0,5 сол жаққа келді. Минус 0,5 x. Тең минус 3,5 өз жағында тұр. Минус 7,5 оң жаққа келеді. Плюс 7,5. 2,5-тен 0,5-ті азайтамыз. 2x. Минус плюс болған кезде азайтамыз. Үлкенің таңбасын қоямыз. 3,5 мен 7,5-де үлкені 7. 7-ның таңбасы плюс. Демек, бұл жерде плюс деген сөз. Плюс салынбайды. 7,5-тен азайтамыз 3,5. Міне, үтірге үтір. 5-тен 5-ті аласың 0, үтір. 7-ден 3-ті азайтамыз 4. Сонда 4-тің өзі. Үтірден кейінгі соңғы 0-дер қойылмайды. Болды, бұл жерде x-тен болады 2 деген бірақ вариант бар. Немесе 2-ні нешеге көбейтсең 4 болады. 2-ге көбейтсең 4 болады. Так, бұл жерде жаңа міне 4-ші есеп дәл сондай есеп тастап кеттік. Осыны шығарып кетейік. 7x минус 4. 9-ші есеп. 7x минус 4 тең болады. Так, 7x минус 4 тең x минус 16. X минус 16. Бұл жаңағы қазір қарастырған міне 8-ші есепке ұқсайды. Мына жаңа бізде нешінші есеп болды? 4-ші есепте 9 деп қойынбаймын мынаған. 4-ші есеп. Арғарата міне. X барлады бір жаққа. 7x. X келеді сол жаққа. Минус x. Минус 16 өз жағында тұр. Минус 4 10 жаққа кетті. Плюс 7x-тен x-ті азайтасың. X-ті алғанда x-тің алдында 1 деген коэффициент бар. Просто 1 деген коэффициент жазылмайды. Сан болса жазылады. Коэффициент болғанда жазылмайды. 7-тен 1-ді азайтасың 6. 6x деген сөз. Минус 16 плюс 4. Таңбалар әртүрлі болған кезде азайтамыз. Үлкен таңбасын қоямыз. Үлкені 16. 16-ның таңбасы минус. Демек минус. 16-тан 4-ті аламыз. 12. X-тен минус 12-ні 6-ға бөлеміз. Минус 2. Яғни минустар саны тақ болса минус қойылады. Минустар саны жұп болса плюс қойылады. Плюс қоймаймыз. Азайту қосу дегенде қоямыз да, бөлген кезде плюс 2 деп жазылмайды. Просто 2 болады. Так, 8-ші есепті шығардық. 9-ші есеп. Так, 9-ды қарайық. 23x минус 9-ші есеп. 23x минус 14 плюс 9x. 14 плюс 9x. Тең болады 5x плюс 13. 5x плюс 13. Так, дұрыс қоя. 23x минус 14 плюс 9x. 5x плюс 13. Жақшаны ашамыз. Жаңағы плюс минустың қасиетін ескереміз. 23x минус плюс. Жақшаны алдында 1 деген сан бар деген сөз. 1 деген сан бар мезеде. Просто 1 жазылмайды дедік жаңа, я.
14 minus plus minus 9x тең 5x plus 12. Так, x барларды бір жаққа, x жоқта екінші жаққа. 20x-тан 9x аламыз. 14x. 5x сол жаққа келеді. Минус 5x тең плюс 13 өз жағында қалды. Минус 14 10 жаққа кетті. Плюс 14. 14-тен 5 алам. 9x-та. 13-ке 14 қосам. 27. Осыдан x табам. 9-дан нешеге көбейтсем 27 болады. 3-ке көбейтсем 27 болады. Болды. Так, 9 кетті. 10. Бұлар өже қарапайым есеп болып кетеді. Өже бастапқы бірнеше есептер шығарғаннан кейін, бұл есептер бізге өже өте жеңіл болып қалады. 10 есеп 6x плюс 5. Так, 10 есеп 6x плюс 5 тең болады. Минус 18-ге. Бұл жерде қараңыз, жақшаны ашсаңыз да болады. Немесе 6 көбейту жақша болғандықтан минус 18-ді 6-ға бөліп тастасаңыз да болады. Яғни x плюс 5-ті общий x деп қарастырасыз. Яғни біз мана айттық қой. А көбейтілген x-тен бұл болса, x табу үшін бұны аға бөлеміз дедік. Дәл солай мына x плюс 5-ті y деп ойлаңыз. Y деп. Мына y болсын жақсы. Сонда мына y деп ойлаңыз. Сонда y-ті табу үшін не істейміз? Минус 18-ді 6-ға бөлеміз. Сонда x плюс 5 тең минус 18-ді бөлеміз 6-ға. Минус 18-ді 6-ға бөлсеңіз минус 3 болады. Болды, өже есеп оп-оңай болып кетті. X табу үшін минус 3 плюс 5-іңіз минус 5 болып барады. Сонда x тең теріс саннан қосқан кезде айттық. Теріс санға қосқанда минус пен минус болғанда минусты қоямыз да екеуін қосамыз. Модульдерін қосамыз деп айтамыз. Бірақ қарапайым тілде 3-те 5-ке қоса қоясыз. 8 болады. Демек минус 8 деген сөз. Так, енді 3-ақ есеп қалды. 11-ші есеп. Так, 2 15 минус 8x. Так. 2 11 минус 8x. Так, бұл бізде 11-ші есебі. Тең болады. 11 минус 8x. Азайтылған 3 5x минус 7. Так, азайтылған 3 5x минус 7 тең болады. Так, 42-ке. 42-ге. Так, мында де минус, я? Болды. Так, жақшаны ашамыз. 22 минус 16x минус 15x плюс 21 тең 42-ке. Мен таңбаның ережелерін жаздым. Жақшаны ашудың ережелерін жаздым. Сондықтан, сіз өзіңіз есеп басында тұр, содан шығарып, жауабын мендегі шыққан жауаппен тексеруіңізге болады. Яғни өз-өзіңіз тексеру. Минус 16x минус 15x минус 31x плюс 22 плюс 21 плюс 43-ті дұрыс па? Тең 42-ке. Минус 31x тең болады. Так, таңбадан қате жіберген жоқпыз ғой, я? Бізде қазір бөлшек шығайын деп тұр екен. Бірақ не обязательно бөлшек шығуы мүмкін. 15 минус 8x. 11 емес 15 минус 8x екен бұл жерде. Бұл жер 15, сонда мынау қате болады. Мынау қате болады да. Так. 15 минус 8x. 15. 15-тегі көйтеміз 30. 30-ға 21-ді қосамыз 51. Тең болады. Дұрыс қоя, қалғандары бір тексеріп алайық. 5x минус 7. 5x минус 7. Тең 42-ке. Плюс 21 тең 42-ке. Дұрыс қой. Болды. Жақсы арғата кетті. Қате болса ештен етпес жақсы. Принципі көріп тұр қой. Мағынасын. Так. Минус 16 минус 15 минус 31-ді берді. 51.
42-ден азайтамыз 51-ді. Минус 31х тен 42-ден 51-ді азайтамыз. Уже минусты қойып тастаймыз. 51-ден 42-ні азайтамыз. 12-ден 5, 11-ден 2 алсам 9-ды. Минус 9. Х тен минус 9-ды бөлем 31-ге. Минус пен минус плюс болып кетеді. Сонда 31-ден 9 деген. Бізде бұл бөлшекпен қысқармайды. 13, 11, 12, 6х плюс 4 тен 3 минус 2х. 12. 6х минус 4 тен болады 3 минус х дедім бе? 6х минус 4 дұрыс па? 6х плюс 4 тен 3 минус 2х екен. Плюс 4, 3 минус 2х. 2х. Жақшаны ашамыз. 6х плюс 24 тен 3 минус 2х-қа. Х-терін бір жаққа шығарамыз. 6х плюс 2х тен 3 азайтамыз 24-ті. 6х-ке 2х қосамыз. 8х, 24-тен 3-ті азайтам минус 21. Х тауы үшін минус 21-ді бөлеміз 8-ге. Араласқанмен жазайық. Минус 21-ді 8-ге бөлеміз. Так, 2,8-ден 15, 2-ні 8-ге өйтем 16, 21-ге 5-ге жетпейді. Минус 2,8-ден 5 деген сөз. Так, соңғы есеп. Так, 7 минус 3,1. Так, 13-ші есеп. Сақтау екен, я. 7 минус 3,1 деп айттым. 7 3,1 минус 0,1 y. 3,1 минус 0,1 y. Тем болады. Так. 3 минус 0,2 y. 3 минус 0,2 y. Дұрыс па? Так, 7 минус 3,1 минус 0,1 y тен 3 минус 0,2 y. Жақсы. Жақшаны ашамыз. 7 өзгейінде тұрады. Минус 3,1 минус б минус плюс 0,1 y. Тен 3 минус 0,2 y. Арғырата. 7-тен 3,1-ді азайтамыз. 7-ден азайтамыз 3,1. Үлкеннен кішін азайтамыз. 7,0 деген сөз. Яғни үтірден кейін 0 қоямыз. Сонда 10-нан 1-ді азайтамыз. 9, үтір. 6 болып қалды. Себебі біреуін жіберіп қойдық. 6-тан 3 аламыз. 3. 3,10-нан 9. Қосылған 0,1 y. Плюсті жазып кетейік. Плюс 0,2 y тен 3-ге деп. Сонда 0,1-ге 0,2-ні қосамыз. 0,3 y. 3-тен азайтамыз. 3,9. Сонда 0,3 y-ін 3-тен 3,9 аламыз. Яғни кіші саны үлкен сан. Минусты қоямыз. 3,9-дан азайтасы 3-ті деген сөз. Азайтқан кезде біріншісінде үтір бар, екіншісінде үтір жоқ. Яғни біреуі онтық бөлшек, біреуі натурал сан. Демек, үтір қоямыз, 0 тіркейміз. Сонда 3,0 деген сөз. Бүтін сандарда үтірден кейін 0 бар деген сөз. 9-дан 0-ді аламыз. 9, үтір, 3-тен 3-ті аламыз 0. Сонда минус 0,9. Y-ті табу үшін минусты қоямыз. Бірақ минус бар. 0,9, 0,3-ке бөлеміз. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3 демек. 3 болды. Сонда Y-тен минус 3-ке. Так, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сабақтарымызда сызықтық теңдеу шешуді қарастырдық. Және соған қоса біз қарап кеттік натурал сандарды, теріс сандарды қосу, сосын 10 санға теріс санды қосу, сосын қарастырдық жақшаның қасиеті, яғни жақшаны қалай ашамыз, сосын таңбаны қарастырдық. Теріс санға көбейтсек не болады, теріс санды 10 санға көбейтсек не болады. Осындай жағдайларды қарастырдық. Сабақтан алған әсерлеріңіз болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Менің каналыма подписаться етіңіздер. Сіздерге сабақтар ұнайды деген үміттемін. Сау болыңыздар.